Сүйекші. Желтоқсанның ызғарлы күндері де басталды міне. Суық түсіп, даланы қырау көмгелі, үндеместің сарыбы қайта қозып, сүйек-сүйегі сырқырап, кей күндері күн шыққанша, жылы төсегінен тұрғысы келмей жатып алатын болды. Өзінің анадан шыр етіп туып, азан шақырып қойған аты тұңғыш болса да, былайғы жұрт оны ауыз ашпас тұйық мінезіне қарап, үндемес атап кеткенді. Бұл қосалқы ат өзіне қашан тағылды, кім тақты, ол жағын ешкімде, тіпті тұңғыштың өзі де білмейді. Осы бір кішігірім шаһарға ол қашан келді, қайдан келді, оны да сұрап біліп жатқан бір жан жоқ. Бар білетіндері жалаңаш денесіне киген түйежін шекпені, қысы-жазы үстінен бір түспейтін қушиған молашы шал. Өзгелерге ол тек мола қазумен ғана күн көріс жолына түскен бір бейбақ боп қана елестейді. Және осы бір кәсіпті тағдыр оның маңдайына өшпесте етіп жазғандай. Анадан туғанда басқалар секілді би, болыс болуды емес, молашы болуды көксегендей көреді. Ол жасының нешеде екенін де білмейді, есептеп те көрген жоқ. Бұл жарық дүниеде аз жасады ма, көп жасады ма, рақат көрді ме, бейнет көрді ме, бағы ашылған ба, соры қайнаған ба, бұл жағын да ойлап толғамайтын секілді. Мынау қан базардай құжынаған адамдар тіршілігінде дәулет бар, мансап бар, талас бар, тартыс бар, қайғы бар, сүйініш бар-ау деген сезім оның миына ешқашан кіріп шыққан емес. Ол ештеңеге қызықпайды, ештеңеге жанталасып ұмтылмайды, еш уақыт оқынбайды. Ертемен тұрып, қолына кетпенімен күрегін, сүйменін алып, қала сыртындағы қорымға қарай ілбейді. Келген бетте сол баяғы бір қалыпты қимылмен жайбарақат жер қазуға кіріседі. Өзекті жерде өлім бар, бұл қаладан күніне 2-3 адам ақырет сапарға аттанып тұрады. Бұған ол да әбден үйреніп алған. Күніне қазатыны 3, әрі кетсе 4. Азаннан кешке дейін осы қимылмен ақ бітіріп тастайды. Сонан соң әр молаға өзі жатып көріп, тар болса үңгіп, белгісіз марқұмға іштей иманды ол айтады да, үсті басының шаңын қағып, ымырт үйірле үйіне қайтады. Мұны шаһардағы көп адам біледі, ал бұл олардың бірде-бірін танымайды. Бірақ бұны білетіндердің ешқайсысы осы бір адамның өзгелер сияқты қайғы қуанышы, күйініш сүйініші, мұрат мақсаты бар болар-ау деп ешқашан ойлаған емес. Білетіндері сол баяғы үндемес қана. Өзгелер үшін бұл ауырмайды, сырқамайды, қатын балам болса екен деп тәңірден тілемейді де. Осылай ілбіп жүріп, ақырет сапарға аттанғандардың ақтық орнын 2-3 күн бұрын дайындай береді. Және кім болса ол болсын, хан ба, қара ма, мүсәпір ме, кісәпір ме, жас па, кәрі ме, оған бәрі бірдей. Қара жер бәріне жетеді, тек марқұмның артында қалған ағайын жұрағаты қалай дейді, бұл солай етеді. Онысына алақан жайып ақы да сұрамайды, кім не берсе соны алады. Аз берсе налымайды, көп берсе көпсінбейді. Кәрілікте жетіп қалған-ау, әлде түнгі аяз жерге тоң қатырып өткен бе? Ол күректі табанға салып, ырғап қалғанда, жүзі тасқа тигендей тық ете қалды. Бар салмағын салып, тағы да ырғап көріп еді, сол жамбасы зырқ етіп, аяғынан жан кетіп қалғандай болды. Денесі түршігіп келе жатқан секілді. Кеше қазып кеткен шұқыр топырағының бетіндегі қырауды ысырып жіберіп, сылқ отыра кетті де жамбасын уқалады. Кәрі денесі жылы төсекті аңсады. Бірақ жылы оранып жатар уақыт бар ма? Тым болмаса, шеуін бітіру керек. Қыста түстау, деді ішінен ол. 2 қазармын, ал 3. Ай, қиын болады-ау. Күн көтеріліп, әлсіз жылудан жер беті жылт-жылт етіп ери бастады. Ол түрегеліп, сүйменімен қатты жерді 2-3 түйгенде мұз жарғақтар жарпа-жарпа боп жан жаққа ұшып кетті. Тоң қалындай қоймаған екен,
деді ол күбірлеп. Онысы жақсы болды. Бүгін үшеуін бітірсем, сәлден соң денесі қызып, жамбасының шаншуы да қайтты. 3-4 түйін өткеннен кейін жұмсақ топырақ басталып, әрі қарай қазу жеңілдеді. Бір аттам аралықта айырмашылық бар. Кешегі жердің топырағы қасаңдау еді, мына араныкі борпылдақ екен. Әсте бейшараның мінезі жұмсақ шығар. Кісі бойына жеткен соң құбыла жақ шеттен ақын бастап кеулей қазды. Моланың қиыны осы. Әуелгіде бір жамбасыңа жатып қисая қазбасаң оңтайға келмейді. Бір сағаттай уақыт өткенде ақым да бітуге таянып, ол сыртқы үйге шықты. Бетінің терін сүртіп, қараңғы көрге үңіле қарады. Енді бір түсуден артылар тірлік қалған жоқ. Осы сәт сырттан ат тұяғының дүсірі естілді. Дүсір оның дәл төбесіне кеп тоқтады да, көр нұрлы болсын деген дауыс естілді. Айтқаныңыз келсін. Тұңғыш ернің күбір еткізіп орнынан тұрды. Кеудесі моладан көрінбейді. Мойны қылтиып, көзі шүңірейіп, жігіт ағасы боп қалған мұртты кісіге не айтасың дегендей тесірейе қарап тұр. Бүгін таңсыз бере інім қайтып еді. Иманды болсын, ұнаса мына біреуі дайын. Тұңғыш атты кісіге бір, ақымға бір қарады. Бұл жерге су үймелейді-ау деймін, ойпаң екен. Басқа жерден қазуға болмай ма? Құдайдың жерін жаралай беріп қайтеміз. Өлгенді Құдай кешірер. Анау бір төбенің басынан қазсаңыз қайтеді. Атты кісі жез сапты қамшысымен беткей жақты көрсетті. Сол жердің топырағы құрғақ болар. Ал мынаны кім алады? Бір бұйырғаны алар. Қазылған көр далада қалмаз. Тұңғыш түнеріп төмен қарады. Бәрі өстеді. Жер таңдап, мүрде таңдап көпірлік жасайды. Төбе не, ойпаң не, бұл жерге де су үймелейді. Ағып өткен судан көп болса зәктер, бірақ ақынға жетпейді ғой. Күйген қышпен 4 қатар ғып өрсе, марқынға сыз тимейді. Беске жаңа бөлеген баладай құп-құрғақ жатады. Өлім үстінде айтыспайық, пәруәдігер. Ақысына бір ісек атадым. Тұңғыш ойланып қалды. Әке-шешесінің әруағына Құран оқытсам дегені ойына сап ете түсті. Бір тілегіңді нәмәқұл демеймін. Жарайды, мынаны бітіріп болған соң кірсейін. Тәңір жарылқасын сізді. Мұртты кісі атын кейін бұрып жүріп кетті. Тұңғыш еңкейіп, моланың ішкі үйіне енді. Бүкшейіп жүріп табанын тереңдетуге кірісті. Әлгі күннің жылуына бойы үйреніп қалғандықтан ба, ақым мұп-мұздай боп денесін түршіктірді. Ол келте сүйменмен аумағы жарты кездей жерді тез-тез түйгілеп шықты. Су үймелейді дейді. Нағылған су, топырағы құп-құрғақ. Қандай жақсы жер. Бос топырақтың шаңын бұрқыратып, келте күрекпен сыртқы үйге лақтырды. Ақынның тар тесігінен түсіп тұрған болмашы жарық, бұрқыраған қою шаңнан әлсіреп, бұрыш-бұрышты қараңғылық басты. Ол шұқырдан шығып, жұмсақ топырақ үстіне отырып демалды. Күн жылып, қатқан жер шылқылдап ери бастапты. Айналаға қарады. Тірі жан жоқ, мелшиген меңіреу қабірлер. Олар да әр басқа. Бірінің күмбезі күнге шағылсады, екіншісі аласа жай күмбез. Үшінші біреудікі кесек қорған, төртінші біреудің қабірі жай төмпек қана. Енді бір бейшаралардың қабірі ортасына омырылып, сәңірейіп тұр. Кім біледі, бір заманда ол анау күмбезді зираттан да сәулетті болған шығар. Бірақ оған енді ешкім сенбейді. Өткен істің бәрі өтірік, бәрі жалған. Дөңес жерден екінші қабірді бастап, кіндікке жеткізгенде үйне сұғып алғандай, жамбасы тағы шым ете түсті. Не болған бүгін? Бұрын шаншу қадалғанмен жылы көрпеге оранып, дел сал боп, бір терлесе, таңертең құлан таза сауғып кететін еді ғой. Әлде кәрілік деген Құдай атқырдың жеткені ме? Көп отыра берсем, денем құрсып қалар деп, ол орнынан тұрды да, жамбасын қолымен басып, бойын түзеді. Сонан соң күндегі әдетінше шұқыр ішіне секіріп түсіп еді, сол жамбасын әлдекім суырып әкеткендей, көзінің оты жарқ етіп, бүк түсіп жатып қалды. Жілік-жілігінің арасынан
әлдекім сым өткізіп, бір ұшын миға тартқандай басы зырқырап, есеңгіреп кетті. Сәлден соң есін жиды. Жамбасының шаншуы бағанағыдан қайтайын депті. Етбетінен түскенде сүйеулі күрекке жығылып, шекесінен қан аққан екен. Ол дымқыл, саз топырақпен араласып, қанды балшық боп қатып қапты. Ол орнынан көтеріліп, кіндік бойы қазылған шұқырдың екі ернеуіне сүйеніп біраз тұрды. Салмақ салсақ, жамбасы зар қағады. Қап, деді ол іштей. Біткен екем, үшеу түгіл екеуін де қазалмайтын болдым-ау. Сорлы басым-ай, секіріп нем бар еді. Ол тырмысып жүріп, моладан әрең шықты. Күрегін алуды әлгінде ұмытып кеткен екен. Қайтып түсуге қиынсынып, ішінде қалдырып кетті. Көзіне жылы түсе келестеді. Жоқ, деді ол іштей, бұл болмайды. Тым болмаса екеуін, кешке дейін, тым болмаса екеуін. Үндемес, күннің әлсіз жылуына бөксесін тосып, қырындай жатты. Жылылық денесіне жағып барады. Өстіп жатып, ұйықтап кетіпті. Көзін ашқанда түс ауып қалған екен. Тісі тісіне тимей, қалшылдап барады. Мана жатқан кезінде күн ашық еді. Аспанды бұлт торлап, батыстан ызғырық соғып тұр екен. Сызға тиген оң жақ иығы мен жамбасы алдырмай қапты. Біткен екем, деді ол күбірлеп. Болған жерім осы екенді, қайтейін. Ол буыны сытырлап орнынан тұрды. Шекпенін қымтана түсіп, анау төменде шағын қаланың бір түкпіріндегі өзінің кішкене үйіне қарай ілбіп қозғала берді. Жайшылықта сүт пісірім уақытта баратын үйіне бір сағатта әзер жетті. Мал түсірген бе, жел түсірген бе, терезе орнына тығылған жастық жерге домалап, аядай сыз тамның іші азынап тұр екен. Терезені қайта бітеді. Үй ішін көрдегідей қараңғылық басты. От жағу керек-ау, бірақ оған отты қайдан тапсын. Көршілерден барып әкелейін деп еді. Сүйегін сүйретіп, қуыс үйіне құр сүлдері әзер жеткенде қайта шығуды қиынсынып, көз көрмесе де қол үйренген жердегі көрпелерін қалың етіп салды да үстінен киіз жамылып, тарс бүркеніп жата кетті. Шіркін-ай, ыстық қоламта болар ма еді, деді ішінен. Суырып алғандай шаншу таппа тыйылар еді-ау. Бұрын жамбасы ауыра қалса, күршібереке қоламта орап, шаншу қадалған жерге басып жата қалатын. Таңертең сен көр, мен көр, құлан таза айығып шығатынды. Қазір оған шама қайда, әл қайда. Марқұм әкесі де солай ететін еді. Сәлден соң бойы жылынайын деді. Таң атқанша тырп етпей, осылай жылы бүркеніп шықсам, сауығып кетермін деп көзін жұмды. Емнің үлкені жылы төсек, тыныш ұйқы. Бұл қайдан есіме түсіп жатыр? Әкем марқұм айтушы еді-ау. Иә, ұйықтап алайын. Бірақ ол қанша тырысса да, неге екені белгісіз, көзіле алмады. Басы ию-қию шуға толып, ойына қай-қайдағы бір оқиғалар орала берді. Бірде жартысы бітпей қалған мола, бірде үй ортасына шоғы қып-қызыл боп шытырлай жанып жатқан сексеуіл. Онан соң буы бұрқырап тұрған жас сорпа, енді бірде сонау-сонау кездердегі әке-шешесі елес берді. О, бейшаралар, деді ішінен. Кеше әке-шешесі түсіне кіріпті. Дәметіп жүрау, пұлым жетсе бір мал алып, Құран оқытып жіберейінші. Бүгін тым болмаса, екеуін де бітірмегенімді көрдің бе? Сол жақ қырына аунап түсті. Ұйқы атаулы аунап түскен сәтінде шашылып қалғандай мүлдем қашып кетті. Осы сәт жылымшы бір нәрсе самайдан өтіп, құлағына жетіп тоқтады. О, тоба, мұным не бұл? Жылағаным не тағы? Ол жасын сүртейін деп еді. Киіз ашылып, енді беті қайта бастаған шаншуым қозып кетер деп қозғалмай жата берді. Қой, жыламайын. Өлі аруаққа да, тірі аруаққа да жылаған жақсы емес. Ол қайғылы балалық кезінің сонау бір сәттерін есіне алды. Оның бала болса болғаны рас шығар, бірақ балалық шағы болған жоқ. Әкесі қомша, алдында мал, басында бақ, артында арқа сүйер туысы болмаған соң,
Көп өмірін кісі есігінде жалшылықта өткізіп, жасы жер ортасынан ауып бара жатқанда бір жетім қызға қосылып, 2 жылдан кейін перзент сүйді. Сәбидің дүниеге келгенін 2 қоңсы кемпірден басқа ешкім білген жоқ. Қолынан келер өзге кәсібі жоқ. Қомша малда ауылдардың 40-50 құлаш құдығын қазып, ел аралап кеткенді. Түн жарымы ауа үйіне келгенде жас нәрестенің иісі бұрқ етіп, сол иістен ет жүрегі езіліп, босағаға сүйеніп тұрып қалды. Әйелі тез көтеріліп, ортадағы көмулі шоқты ашып қалғанда үй ішіне қызғылт жарық түсіп, ауыр жұмыстан шаршап шалдығып келіп тұрған өз күйеуін көрді де қуанғаннан күлімсіреп төмен қарады. Көп кешіктіңіз ғой, құдық терең болды. Атын кім қойдыңдар? Сізді күтіп отырмыз. Қомша төрдегі бесікке келіп, жабулы көрпені жаймен ысырды да, пысылдап ұйықтап жатқан нәрестенің маңдайынан ұзақ иіскеді. Ортадағы шоқтың беті қарауытып, үй іші күңгір тартып бара жатыр. Қомша отбасындағы әйелінің жанына келіп, жерде жатқан көсеумен шоқтың көзін тағы ашып қойды. Қызғылт жарық түндікке барып тірелді. Тұңғышымыз ғой, атын тұңғыш қояйық. Айтқаныңыз болсын. Көрші қолаңдарға қазан астың ба? Сізді күтіп отырмыз. Пышаққа ілінер мал қайда? Ертең шақырып жіберейік. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға. Әйелдің жүзіне күлкі үйірілді. Пышаққа ілінер мал қайда деп айтуын айтса да, ерімнің көңіліне қаяу тастап, қу жоқшылықтың тақылетін тағы есіне салдым-ау деп, іштей өкініп, әрі зеку естіп қалар мекемін дегендей қипақтап қалып еді. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға деген сөзді естігенде, ерінің бұл жолы бұрынғыдай емес, ол жалырақ оралғанын сезіп, іштей қуанып қалды. Отты тағы көсеп жіберді. Үй іші жап-жарық боп, бесікте жатқан баланың қызыл шырайлы жүзі көрінді. Қомшаның 2 басы 3 болып, тіршілік тауқыметі бұрынғыдан ауырлай түсті. Ол өзгелер үшін шөп орды, құдық қазды, мал бақты. Басқа жұмыс болмай қалғанда, ерсі көрмей, арқандай есті тезектетерді. Қатыным бар, балам бар, қатын болса түсінер. Бейкүнә бала не білсін, жоқ дегенді ұғарма. Одан аяған шыбын жаным шырқырап көрге кіре қойсын. Осылайша тіршілік қамымен қарбаласып жүріп ашты тоқты өмірдің 9 жыл артта қалғанын Қомша аңғармай да қалды. Әйелі бұдан кейін 2 құрсақ көтергенді, бірақ алғашқысы 3 айлығында шетінеп, одан кейінгісі іштен өлі туды. Бұл оқиға екеуінің қабырғасын қақыратып, 10 жасқа қартайтып кетті. Әйтсе де, жарылының жалғыз жұбанышы жаратқан ғой. Екеуі Тәңірі маңдайға не жазса, соны көрерміз. Одан пенде қашып құтылған ба? Жалғыздың ғұмырын Алладан жыламай тілейік деп, өздері басу айтып, көз жасын әрең құрғатқан. Құдай бір адамның соңына қашанғы құрық алып түсе берсін. Ақыры олардың тілектері қабыл боп, әйелі бір ұл туды. Енді міне, бұлардың шаңырағына тағы бір қуаныштың құсы келіп қонғандай болды. Кеше Қомша ауылдың молдасы Бәтіғұлмен сөйлесіп көріп еді. Жарықтық, әулие кісі екен ғой. Мұны жылы қарсы алып, биылдан бастап балаң менен оқи берсін дегенді айтты. Ақы да сұрамады. Ер мойында қылар қаншыремес, бірде болмаса бірде қайтар деді. Қомшаның төбесі көкке жетіп, үйіне құстай ұшып келді. Молдекем ақы сұрамағанмен түк таппағандай құрқол баруды басына ар санап, баласын оқуға апарғанда қызығына бір қараны көнімді сатсам да байлар мынау деп бекінді. Оқуға 3 ай қалды. Оған дейін 2 құдық қазса, 2 қой неге таппайды? Қорада 1 бұзау 3 қой бар. Бәрін сатса, қалайда бір қораның басын құрайды емес пе? Іздегенге сұраған, арада 2-3 күн өткенде көрші ауылдың ескі құдығы құлап, жаңасын қазатын кісі іздеп жүр екен деген хабар келе қалды. Бұл өңірдің құдығы кемінде 30-40 құлаштан кем болмайды. Қолына кетпен ұстаған жанның бәрі қазуын қазалар-ау, бірақ оны шегендеп, тастай өріп тастайтын шебер ілуде біреу-ақ.
Осы хабар жетісімен Қомша кетпенімен сүйменін арқалап әлгі ауылға жетіп келді. Оның шеберлігін жұрттың бәрі біледі. Әдейі іздеп келдім дегенде басы Тілеуберді бай болып қатты қуанып, құдықты жақсы бітірсең, бір емес 2 қой аласың деп уағда байлады. Көктен іздегені жерден табылып, Қомша қасына бір серік алды да жатпай тұрмай жұмысқа кірісіп кетті. 27 күн дегенде барып, Сазбалшыққа жетіп, 28-ші күні сынаптай жылтырап суда көріндау жарықтық. Ол арқанды тартып қалды. Су шықты деген белгі шыңыраудан қарағанда инедей боп қылдырап көрініп тұратын серігі ілезде жоқ болды. Қуанышын басқаларға айтуға кетті. Сәлден кейін құдық басына адамдар үйме-жүйме жиналып қалды. Түйемен жеткізілген сырдың сексеуілін арқанға байлап төмен сүріп жатыр. Қомша таңертеңнен бері қазған жерін өріп шықты да тізеден су кешіп жүріп, тағы да жарты құлаштай тереңдетті. Ол құдықтан шыққанда кеш батып қалған еді. Жиналған жұрт қаумалап, ортаға алып, құдықтың тез біткенін, Құдай бұйыртса 2-3 жылға дейін суы сыр бере қоймайтынын, Қомша сынды шеберге тағы біреуін қаздырып алса, құба-құп боларын айтып, мақтасып жатыр. Бірер күн болып, демалып қайтарсыз деген жұрт сөзіне көнбей, қатын баласына асығып, тырнағы ілініп жүрген Қомша тиесілі 2 қойын жетектеп, 7 түнде ауыл иттерін абалатып үйіне тартты. Үйде аунап-қунап, бір жетідей әл жиған соң, басқа бір бай ауылына барып, 2-ші құдық қазуға кірісті. 20 құлаштай тереңдікте әлі дымқыл тартатын, түрі жоқ, қасаң топырақты сүйменмен түйгіштеп жатып, ол баласы жайлы тәтті ойға берілді. Балам оқуды бітірсе, пәленшенің ұлы ғұлама молда екен, оқу атаулының түбіне жетіпті деп жұрт көңілдеп жүрсе, оған жақсы жерге құда боп келіншек әперемін, жұмыртқадай ақ отау тігіп беремін. Келін иіліп маған сәлем береді. Ата, құманда жылы су бар деп иіліп тұрады. Көсеген көгерсін қарағым, өмірлі бол деп ақ батамда айтамын. Ех, дүние-ай, арқан дір ете қалды. Бұ несі? Көмекші жігіт сусын алып келу үшін жаңа ғана кетіп еді ғой, құс боп кеткені ме шіркіннің? Ол жоғары қарады. 3 жігіт төне түсіп, қарқылдап күліп тұр. Оның денесі дір ете қалды. Ей, не керек сендерге? Көр шыққандай ыңғазып көрген күнің құрсын. Ха-ха-ха. Ей, шық бермен, сусының бар ма? Әйтпесе құдығыңнан су алып бер. Бұл нағылған тәлкектерің, менде нелерің бар? Өй, шықсаңшы өзің, мә ұста арқаннан. Қомша арқаннан ұстауға сескеніп, тепкішекпен жоғары шықты. Бейтаныс жігіттер аттарының ер-тұрмандары мен киімдеріне қарағанда еріккен бай балаларына ұқсайды. Үшеуі де бозаға мас бопапты, ауыздарынан уыт иісі аңқиды. Ия, құдық қашан бітеді? Амандық болса, 10 шақты күнде бітіп қалар. Немене, оған шейін біз қатала өлеміз бе? Құдай сақтасын, ескі құдық бар ғой, ал бозаң бар ма? Мырзалар-ау, менде боза қайдан болсын? Қазір серігім айран әкелер. Айран, айран дейді. Үшеуі де қарқылдай күлді. Сен көп сөзді қой деді, маналы бері дес бермей тұрған сұлу мұртысы. Біздің білмейтініміз жердің астында. Қатыныңның жас екені рас па? Не деп тұрсыз, мырзалар? Қатыныңның жас екені рас па деймін. Қомша не деп жауап қайырарын білмей үнсіз тұрып қалды. Сәлден соң, оны неге сұрадыңыздар? Үшеуі жер жаңғыртып тағы күлді. Қомшаның ашуы келейін деді. Мырзалар, мен сіздер секілді ерігіп жүрген жан емеспін. Сіздер тойып секіріп жүрсіздер, мен тоңып секіріп жүрмін. Өздеріңіздей дәулет менде жоқ. Қолымнан келері міне, мынау құдық қазып жанбағамын. Тәлкек көтерер кісі мен емес, мәссаған тәлкек көтермейді. Енді кім көтереді, мен бе? Көр шыққаның айтып тұрған сөзін қарай көр. Жарайды, қойдық, бар ініңді қаза бер. Түссеңші енді, өзім-ақ асықпай түсемін ғой, сіздер қайта беріңіздер. Қорқып тұр, біз саған түк істемейміз, түсе бер. Қомша әлденеден секем алып төмен түсті. Әлгі баласы түспегірдінде кете қалғанын қарасаңшы. Ол құдық түбіне жетіп, сүйменің қолына алды. Олар неге кетпей тұр?
мені тәлкек еткеннен не қызық тапты екен. Ей, бері қара деген дауыс жоғарыдан саңқ ете қалды. Қомша басын көтерді. Сол сәтте үстіне шүмектеп жылымшы су құйылды. Әкеңнің. Қомша қолына сүйменін алып, тез-тез жоғары көтерілді. Ол шыққанда еріккен үшеудің шек-сілесі қатып, күліп тұр екен. Шыққан бойы шалбар бауын байлап тұрған сұлу мұрттының жағасынан ала кетті. Байдың баласы болмақ түгіл, патшаның ұлы болсаң да жер қаптырайын. Мазағыңа төзетін мен емес. Қомша сұлу мұрттының кеудесіне бүркіттей қонжиып, алқымын езіп жібергенде, ол өлердегі сөзін айтып, енді тимеймін көкетай, деп безек қақты. Екі жігіт қарап тұрсын ба, ұмар-жұмар боп жатқан екеуге жетіп келіп, Қомшаны аударып түсірді. Опай-топай алыс басталып кетті. Үйілген сары топырақ құдық ішіне сауылдай төгіліп, жер астынан шыққандай, ақ тозаң аспанға көтеріліп жатыр. Шыртиып киінген сері жігіттер барқыт бешбеттерінің рәсуа болғанына да қарамай, үшеуі үш жақтан жабылғанымен жалғыз құдықшыны ала алмай, әкеңнің деп ызаланумен жүр. Сүйменді әкел деп құдықшының астында шаң қауып жатқан барқыт бешпенттің бірі. Қомшаның жүрегі су ете қалды. Шынымен бе? Шынымен мына үшеудің ойы бұзылғаны ма? Бір мені тым құрса матап-майлап кетуге шамалары жетпеген соң сүйменмен соқпақ па? Астапыралла. Ол орнынан атып тұрып, артына жалт қарады. Манағы құдық ішіне шүмектеген жігіт сүйменді көтеріп, ұруға оңтайланып кеп қапты. Қомша жалт бергенде ауыр сүйменнің салмағынан өзін-өзі ұстай алмаған жігіт әлі шаңы бұрқырап жатқан 20 құлаш құдыққа өкіріп құлап түсті. Төбелес пышақ кесті тыйыла қалды. Үшеуінен ес кетіп құдыққа үңілді. Будақтаған шаңнан еш нәрсе көрінбейді. Тек ыңырсыған дауыс қана естіледі. Әлгі жігіттің бірі сол сәтте ой бауырымдап сарнап қоя берді де, атына отырып ауылға қарай шаба жөнелді. Жігіттің мойын омыртқасы үзіліпті. Сол күні жұлдыз шыға жан тәсілім етті. Ол осы ауылдың атақты байы Доскейдің 3 күннен соң үйленгелі отырған ортанша баласы екен. Қомшаның келешек өміріне армандай боп, ту алыстан сәуле шашып, оның әйеліне де, өзіне де ұйқы бермей, алға сүйрейлеген балдай тәтті үміт, жел үрлеген шамдай лып етіп сөнді де, бұдан былайғы тіршілік жолын қараңғылық басты. Бай баласын құдыққа итеріп өлтірді деген жаладан қара басымды арашалап қалармын деп, бөтен ауылдың ақсақал, қара сақалдарының шешімін күтіп, бір жеті Аллаға жалбарынумен жатты. Бірақ үміт зая болды. Ол байдың ұлын өлтірген қанды қол боп табылды. Ақыры сарыла күткен кісілер де оралды. Шерәлі бай көнбепті. Қомша дегенде керек десең танымаймын да. Көрінген дуананың айыбын өтей беретін, далада шашылып жатқан малым жоқ. Пісіріп жесеңдер де мейілдерің, аманатқа баласын бере берсін депті. Қомшаның көз алдындағы дүние төңкеріліп жүре берді де сылқ етіп құлап түсті. Арада 2 күн өткен соң, 3 айдан кейін оқуға бермек болған 9 жасар баласын қолынан жетектеп әкеп, аманатқа тапсырып, кеудесі өксікке толып кете барды. Туған үйінің босағасына қай кезде қайтып ораларында, жат жұрттың арасына неге, не үшін келгенінде, қоштасып жатып бетінен сүйген сәтте әкесінің не себепті көзіне жас алғанында толық аңғара алмай, әйтеуір бейтаныс жерде қалып бара жатқанын ғана сезген баланың жасқа толы көздері жәутеңдеп, көке деп еңіреп қала берді. Тірі болсам жазға дейін жетермін, ұлым деп, көкірек шері мен қайғысын баласына байқатпауға тырысып, әке сырт айналды да тез-тез басып жүріп кетті. Жаз өтіп күз келді, бірақ қайта оралған әке болмады. Сонау беткейден бері құлаған сары жолдан қылтиған қара көрінсе де, әкем бекен деп, 2 көзі 4 болып, тумай жатып жалғыздық жапасын шеккен қаршадай аманат бала, тірі жетім, кісенсіз тұтқын боп, жол тосумен жата берді. Сол жолдан көрінген қараның басқа емес, Қомша болуын аманат бала былай тұрсын,
Доскей де тағатсыздана күтті. Бұл баланы қолда ұстап отыра бергенде не табады, одан келер пайда қайсы? Бала етіп асырап алатындай, ол перзентке зар боп отырған жоқ. Барымташы, сойыл соғар етіп баулайын десе, оның да ретін таба алмады. Қанша дегенмен, кеудесінде мейіздей қатқан кегі бар жат бала емес пе? Ес білген соң елін тауып, оған жіберген еңбегі зая кетумен тұрмай, өзіне қарсы шауып жүрсе қайтеді. Ортаншы баланың қалың малына өткізген қоралы қой, қыруар дүние бар. Тым болмаса соның ізі жабылсын деп, салған айыбын төлеп, аманат баласын алып кетер не әке, не шеше, не бір ағайын туыстарының осы кезге дейін ат іздерін бір салмауы оның ашуын келтірді. Кей түндері әкелік мейірімі ұстап, өлер бала өлді, отқа тамызар майы жоқ, жерге қараған тақыр кедей екенсің. Лағынан айырған киіктей тірі жетім етіп не табам? Ал балаңды деп аманатты апарып тастауды да ниет етіп көрді. Бірақ бұлай етсе, кек заңы, құн заңы бұзылып, өзін өлген баласының әруағы алдында, намысын кегі кеткен жауы алдында жығып берген боп шығатынын ойлап, маған керегі мал болса, саған керегі жан екен. Сен жанды қиғанда, мен неге малды қимаймын? Кімді кім жеңер екен? Жата бер солай деп, ол да қомшаның артынан екіншілей кісі жібертпей қырсығып, ол қырсықтығы сырттай да, іштей де ызаға айналып, тым-тырыс жатып қалды. Ең бастысы, көз ашқалы, жайлауға таласып, ала көз боп келе жатқан және осыдан 3 жыл бұрын 40 шақты жылқысын барымталап алып кетіп, көрер көзге зорлық жасаған мен Шерәліге пісіріп жесеңдер де мейілдерің деген өз ауылының баласын апарып беріп әлсіздік көрсеткісі келмеді. Қайыршысы түгілі қасы болса да, бала сол ауылдың баласы ғой. Оның мейірімсіздігі мен қатыгездігіне жұмсақтық жасап, тағы жеңілмек пе? Жоқ, ол бола қоймас. Күтіп бағармын, келмесеңдер, жарық дүниеде малай боп өткендер аз ба? Бұл да солардың бірі боп жүре берер. Жерге алғаш қар түскенде Шерәлі ауылынан хабар да жетті. Жан түршіктірер суық хабар. Арқа сүйер дәулетті ағайын туысы жоқ Қомша байғұс жар құлағы жастыққа тимей, қайтсем баламды қолыма аламын деп зырғағып жүр, зорығып. Басқа бір бай ауылының құдығын қазып жатып, сол құдықтың түбінде мәңгілік көз жұмыпты. Мұны естігенде Доскей селт ете түсті. Өзгелерге сыр білдірмей түйіліп біраз отырды да, жұмған аузын ашпаған бойы орнынан тұрып кетті. Тек шығып бара жатып, үнсіз отырған басқаларға жайлап бұрылды да, мұны балаға айтпай-ақ қойыңдар деді. Босағадан сыртқа аттай бергенде аманат бала қарсы ұшырасып, ата, көкем келе ме? Деп жәудірей қарады. Доскейдің ішкі дүниесін әлде қалай бір сезім аралап өтіп, тұла ойын ду еткізді. Жоқ, бұлай тұра беруге болмайды. Кәрі көзге сенім бар ма? Жас шығып кетіп жүрсе, сорлы бала, деді ішінен. Енді сені қайтсем екен? Иә, жақында кеп қалар деп айтқалы аузын аша бергенде, өзімен ілесе шыққан үлкен ұлы, атаңның басы, әкең мүрдем кетті, деп қойып қалды. Доскей жалт бұрылып, баласына оқты көзімен ата қарады. Мұншалықты тас жүрек боп туылармысың, деді ішінен. Сөйтті де, шырқырап жылаған баланың даусын естігісі келмей, ауыл сыртына қарап, тез-тез басып жүріп кетті. Қолындағы қамшысын қыса ұстап келеді. Қайдан білейін, тірі жанға мал табылар дебем, жанашыры жоқ жалғыз екен. Бүйткенше абақтыға айдатқаным жөн екен-ау, сорын құрғыр сорбақта. Дәл желке тұсынан дүсір естілді. Қуып жеткен баласы екен. Әке, мұныңыз не? Деді ентігіп. Не боп қалды? Жау алдына өзіңізді жығып бергелі жүрсіз бе? Жау кім? Шерәлі. Кеше малымызды барымталады, бас көтеріп кек қайтар алмадық. Туысымызды өлтірді, тағы отырмыз, аманат құнын ала алмай. Ертең кеп шаңырағымызды ортаға түсіріп, отбасын ойран етеді. Сол ма енді жетпегені? Сонда не істейсіз маған? Жұмсақтықты қойыңыз. Әкесі бауырымызды өлтірген баланы еліне қайтарып, тағы масқара болғалы жүрсіз.
Сіз кешірсеңіз де, інімнің әруағы үшін мен кешпеймін. Ертең құлағына ен салып, мал соңына жібертемін. Өйтпесек, жұрт алдында абыройдан жұрдай боламыз. Ел бізді тыңдаудан қалды. Солай де, солай әке. Әлгі отырған кісілердің бәрі сіздің бұл мінезіңізге наразы боп қалды. Мейлі, білгендеріңді істеңдер, бірақ баланы ұрып соғышы болмасын. Ол бейбақтың күнәсі жоқ. Ен саламын деген есерлігіңді қой. Аманат бала екенін онсыз да танырмыз. Сөйтіп, тұңғыштың тұңғыш аты жойылып, аманат бала атанды да 10 жасқа жетер-жетпес шағында малай боп, мал соңына түсті. 1 жыл ішінде ол өз атын өзі ұмытып, атын кім десе, аманат деп жауап беретін болды. Мейірімсіз тағдыр түк таппағандай, бейкүнә, дәрменсіз баланы осылайша тумай жатып тәлкекке айналдырды. Бой-бой боп терлеп кетіпті. Жамбасының шаншуы қойған-ау шамасы, сол жақ қырына аунап түскенде де ауырсынған жоқ. Сәл салқындайын деп бетін ашты. Жылыға үйреніп, терлеп жатқандықтан ба, суық ауа мірдің оғындай арғы бергісінен өтіп, қарып түсердей болған соң, киізді қайта жаба қойды. Жастығы құрғыр тағы түсіп кеткен-ау, деді ішінен. Әйтпесе, мұншалықты ызғар соға қоймас еді. Мейлі, түсе берсін. Орнымнан тұрсам, тер қатып тағы бір арылмас бәлеге душар болармын. Ұзамай, таңда сыз беріп қалар. Ұйқым қайда кеткен сірә? Әке-шешем нағы бүгін көзіме көп елестеп жатыр. Тым болмаса, жұмасына 1 рет отқа май тұтатпай кетіппін-ау. Өлі аруақтар дәметіп жүр ғой жарықтық. Бүгін тым болмаса, біреуінде бітіре алмағанымда қарасаңшы. Бұл күндегі жұрт айтқан уәдесіне жетуді де ұмытып барады. Берем деген нәрсесін әні-мінімен сөз бұйдаға салып, ақыры жоқ қылады да, әруақ ақысын ұмытады. О, Алла, өзің сақтай көр. Өзім барып сұрамаушы ем. Ертең 2-3 күн тиесілі кісіге жолығайыншы. Бір малдың басы құралса, қан шығарып, Құран оқытып жіберейін. Әке-шеше Құдайдан перзентті неге тілейді дейсің? Ол анасының кескін келбетін де анық білмейді. Ана дегенде көзіне бар елестететіні Тәңірдің жазғанына әбден мойынсұнып, қандай ауыртпалық болса да, бәрін қабақ шытпай, үнсіз көтеруге көндіккен, еріне баласына деген ақ тілегін өз ғұмырынан да артық санайтын жұдырықтай ғана әйел. Үлкен үйге не керек болса, отау үйге де сол керек. Жыртық шаңырақ астындағы осы екеуінің көңілі жыртық болмасын деп, әкесі айлап, апталап мал табудың жолына кеткенде, анасының мұны қыса құшақтап еркелететіні, даладан дүбір естілсе, әне, әкең келді деп елең ететін сәттері есінде мәңгі қалыпты. Ақпанның үскірік атқан боранды шағы, ірі қарадан жылқы болмаса, қалғандары қолға қарап тұр. Доскүйдің үлкен ұлы Үкітай жылқышыларды шетінен боқтап, қырып кетердей боп жүр. Кеше 11 бие аязда қалып, арам өліпті. 20 шақтысы ұшты күйді жоқ. Не қарасында қалғаны, не ұрының айдауында кеткені белгісіз. Қаңқу сөзге қарағанда, бір топ жылқыны Шерәлінің жылқышылары айдап кетті деген сыбыс бар. Иттің ғана балалары, жылқы бақпай айбағып жүрсіңдер ме? Табыңдар ертеңге дейін, таппасаңдар жерге тірідей көмемін деп ызалы айғайға басты. Бұлай шыққан соң қасындағы Өмекейге, бұл Шерәліге қашанғы жем боламыз Құдай-ау? Кеудемізде намыс бар еркек емеспіз бе? Бүйтіп тірі жүргеннен қара жерге кіріп кеткеннің өзі жақсы ғой деп күйінді. Қашанғы басынады, қашанғы басындыра береміз. Ойбай-ау, бірдеңе десеңдерші, жалғыз мен бе осы басқамдарыңды ойлап отқа түсе беретін? Мен не дейін? Дос екеңмен ақылдасу керек қой. Біз ақылдасқанша ол бәрімізді қу кедей ғып бітер. Малымызды барымталайды, үндемейміз. Бауырымызды өлтіреді, үндемейміз. Ертең қаңқытып жібереді, тағы үнсіз кете бермекпіз бе? Ер құнын өтемей, әне бір аманат баласын тастап, тағы қорлап отыр. Ішіме намыс сыймай барады. Өңшең бөрік киген қатындар, ана аманатын ат құйрығына байлап, есігінің алдына сүйреп апарып тастаймын.
өш алудың, кек қайтарудың бастамасы осы болсын. Ермесеңдер, жалғыз барамын, жалғыз. Бейшара баланы бүйтіп қорлағаннан не түседі? Ішімдегі ащы ызаның көбігі төгіледі. Ол иттің күшігі қайда жүр? Ей, аманат! Үстіне иленбеген ақ теріден қаудырлақ келте тон киген жұдырықтай бала тай қорадан жүгіріп шықты. Аға, апам келді ме? Келер сенің апаң, әуелі өзің бері кел. Бала жасқана басып, Үкітайдың қасына жақындады. Қолында өзінен биік сабы бар ағаш күрек. Бір жылдан асар аспас уақыттың ішінде көңілі жасып, зеку мен боқтауға мойынсұнған. Қаудыр тонның етегіне жабысқан садыраны нәзік саусағымен тазалап, мырзасынан әмір күтіп, үнсіз төмен қарап тұр. Қалай, ауылыңа барасың ба? Баланың қуаныштан екі көзі от шашып, жүзі жайнап шыға келді. Барамын, аға, барамын. Ей, сақау, деді Үкітай қора тазалап жүрген бір атшыға. Тез кел мұнда, арқан ала шық. Үкітай, бұл шының ба сенің? Қазір ойнайтын уақыт жоқ. Обалын қайтесің? Обалын жанашырлары ойламағанда мен қайтейін. Сақау деп шақырған кісі арқан алып жетіп келді. Байла мынаның қолын. Түсінбедім, Миза? Байла деймін, тас керең. Кімді кім дейміз? Өй, миғұла сақау. Жас бала қорққаннан екі көзі алақандай боп кейін шегіне берді. Көкетай, не істемексіз мені? Байламаңызшы, жалынамын. Айтқаныңыздың бәрін істеймін. Мизау, жас баланың жазығы жоқ қой. Өй, нәлеті, сен де басынған екенсің. Қарның тойған екен бай жылқысының қартасына. Мә саған ендеше. Үкітай қолындағы дырау қамшысымен атшының басынан тартып жібергенде, оның шекесінен қарақан бұрқ етіп, қар үстіне отыра кетті. Жерде жатқан арқанды алып, Үкітай үйінді қардың үстінде жан далбасамен өрмелеп бара жатқан баланы етегінен тартып алды да, шырқыратып қолын байлап тастады. Үкітай, деді, маналы бері әзер шыдап тұрған Өмекей олардың қасына жетіп келіп, қоя бер баланы. Не дейсің? Ол Өмекейге тесіле қарады. Қоя бер деймін. Неге? Баланың жазығы жоқ. Солай ма? Бәлкім інімді құдыққа сен итеріп өлтірген шығарсың. Бұл күшіктің әкесін ұстап бере салған боларсың. Әйтпесе неге мұның жазығы жоқ дейсің? Қылмысты жасаса, әкесі жасады. Ол балада не кінә бар? Босат, шырылдатпа жетімді. Кек қайтарудың жолы мұндай болмайды. Осындайда пана болар кісі табылғанына қуанған бала қырғидан қашқан торғайдай жүгіріп кеп Өмекейдің етегіне жармасты. Көкетай, тимесінші маған, қой деңізші, айтқаныңыздың бәрін істеймін. Менің айтқанымның бәрін істеп не көгертерсің жазған бала. Мен саған не айтармын? Қаршадай боп, сен не тындырмақсың? Бесіктен белі шықпаған балаға азап сыйлардай бұл неңді алып еді. О, сұм өмір! Өмекейдің ет жүрегі езіліп кетті. Обалыңның бір ұшы менде жатқанын сезбейсің-ау байғұс, деді ол ішінен. Сол кезде шындықты айтсам, мұндай күйге түспестей едің. Жалтарып айтып, Құдай алдында бір күнәға батсам, сенің қазіргі күйіңді ойлап, қабырғам тағы қайсады. Әкеңнің қу тақыр екенін біз қайдан білейік? Шерәлі ауылынан деген соң жерден жеті қоян тапқандай, бәріміз өре тұрып, одан есемізді бір қайтарайық деп ойлап қалмадық па? Үкітай үзеңгіге аяқ сала бергенде, жол болсын деген Доскейдің салмақты үні естілді. Баласы жалт бұрылып әкесіне қарады да, бүгіннен қалдырмай жинап бер жігіттеріңді, әйтпесе өзім аттанамын, деді. Қайда аттанбақсың? Кеше ғана бір үйір жылқыңды айдап кеткен Шерәлінің ауылына. Жылқыны айдап кеткен Шерәлі емес, Боран, өліктері табылды. Әй, баламай, деді ол күрсініп, сенде бар ыза, сенде бар намыс, өзгеде де жоқ деп ойлайсың ба? Жалғыз шауып не тындырмақсың? Көп боп барып не бітірмексің? Бүкіл ауылыңды жиғанда Шерәлінің жарты ауылынан асалмайды. Ақылмен істе, құр шабынғаннан түк өнбейді. Күштінің аты күшті. Ес жияйық, іргелі ел болайық. Доскей жайлап басып келіп, ағаш бұтайтын дөңгенің үстіне отырды. Қабағы тым салыңқы, ар жағында шығара алмай тұрған бұдан да маңызды бір түйткіл бар сияқты. Бәрі де үнсіз,
Әке қолындағы қамшының сабымен шашылған ағаш шаңқаларының бір жерге жинап, қайта шашып жіберді. «Әке, не болды?» деді Үкітай оның қасына келіп, ақырын ғана. «Өмекей», деді Доскей ұлының сауалына жауап бермей. «Құлағым сізде. Әкең үйде ме?» «Үйде. Малдарын шашыратпай жинап отырсын. Боран басылып, қар қатып, уақ мал жүретіндей болған кезде Құбантауға көшеміз. Не дейсіз?» Екі жігіт қосарлана сұрады. «Сол, Шерәліге жайлау тарлық етіпті. Болыс екен бүгін осылай шешті. Күштінің аты күшті. Қорлық қой бұл әкеу». Ұлы терісіне сыймай ат жалынан құшақтап тұрып, еңкілдеп жылап жіберді. Тұңғыштың көз алдында сол бір сәт әлі тұр. Доскей ауылы көшетін бопты деген хабарды естіген соң өзгеден күтер үміт жоқ. Байғұс ана ақ қар көк мұзға қарамай кештетіп осында жетті. Көшер мезгіл көктемге салым болса да, ызалы Доскей қыстың қырауында кереге жығып, Қабантауға өзгелерден бұрын аз ғана адаммен өзі кеткен. Мұндағы мал жанның бәріне бас боп қалған Үкітай кір жуып, кіндік кескен жерден бір жола кететін болғанына іші қанжылап, ит ашуын тырнадан алады дегендей ауыл адамдарының екі аяғын бір етікке тығып бөріктіріп жүр. «Айдаңдар», деді ол ақырып, «кештен қалып қоятын болдық қой. Кеуделеріңде жандарың бар ма? Пәдеріңе нәлеттер. Әй, боқмұрын, нағып тұрсың? Сүмірейіп, шығар тайларды». «Ағатай, енді апам қайтып табады мені. Онда менің жұмысым жоқ. Айдамалды». Жас бала көзінің жасын кілттейіп, жыңғыл қораның есігін айқара ашты. Жылқылардың дүбірін естіп, тықыршып тұрған тайжабағылар сыртқа лап қойды. Осы сәт жас баланың құлағына анасының даусы естілгендей болды. Жабырқау көңіл селт етіп, ол артына жалт қарады. «Менің тұңғышым осында ма екен? Айтыңыздаршы, сен оның кім едің?» «Анасымын. Жер түбінен жаяулатып жаңа жеттім. Баламның қайда екенін айтыңыздаршы. Құдай үшін, аман ба менің жарығым?» Тұңғыш қолыңдағы құрығын тастай беріп, «Апа!» деп анасына қарай құстай ұшты. Құлыным, жарығым, жалғызым, бар екенсің ғой. Сені де көреді екенмін ғой, шүкірім». Анасы еңіреп жылап, бір жылдан бері көрмеген перзентін ыстық құшағына қысып, екі бетінен алма кезек сүйе берді. «Исіңнен айналдым-ау шыбыным. Тумай жатып, мұндай күйге түсердей не жазып еді қу Құдай. Екі көзің жәудіреп, осында қалғаның есіме түскенде, шықпаған жаным ғана жүрмеді ме мен сорлының. Тірі жетім болған көкешім менің. Апа, сағындым ғой сізді. Неге келмей кеттіңдер? Жыламашы күнім. Келдім ғой міне. Енді үйге алып кетесің бе?» Анасының өзегі өртеніп, бұрынғыдан қатты егілді. Жоқ, құлыным. Көктемге салым келемін, сонда алып кетемін». Қалмаймын. Үйге алып кетші апатай. Көкемнің өлгені рас па?» «Жоқ, оның жұмыстан қолы тимей жүр шыбыным. Көктемде ол да келеді, сені атқа мінгізіп алып кетеді. Неге бүгін алып кете бермейсің? Бұлар мені боқтайды, ұрады. Қалдырмашы апатай». Баласына қандай жауап, қандай алдау айтарын білмей, ананың буын-буыннан дәрмен құрып тәлтіректеп кетті. Тірі жетім боп, аманат қалған баласын қайтсем құтқарып аламын деп, байғұс ананың жылу сұрап бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Әке-шешесі ерте өліп, кісі есігінде қалған сорлының байқап қараса, бөліп бере қояр жанашыр жақындары жоқтың қас екен. Бұрын көріспеген ағайындар басқа түскен қайғыны салған жерден бөліп кете алмай, ойласайық, өзгелер не дейді екен? Көктемге дейін шыдай тұр, мал басы көбейсін, сонда келерсің. Сорың құрғыр, қарап жүрмей кісі өлтіріп несі бар? Жала дейді. Не қылған жала? Шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды. Сөйт, көктемде кел деп құрғақ сөзбен шығарып салды. Ендігі бар үміті жамағайындарында ғана. Көктемде келемін деп баласын жұбатып тұрғаны да сол. Мені бүгін неге алып кетпейсің деп тұрған баласына мұның бәрін қайтып айтып жатсын. Айтқан мене ол түсінер ме? Өзі кеткен соң бала көңілі
бұрынғыдан да жетімсіреп жасып қаларын ойлап тұрған ана екі өкпесін қолына алып, осында жетуін жеткенмен, енді қайтып ажырасудың жолын таппай, бауыры езіліп, қабырғасы қайысты. Осылай боларын күні бұрын сезіп те еді, келмей жүргені де сондықтан. Бірақ Доскөй ауылы көшетін болған соң, ана жүрегі қойсын ба, шыбын жаны шырқырап жолға шыққанын өзі де білмей қалған жоқ па. Енді не істейді, қолдан келе шарар қайсы. Ұлының шырқырап қалған үні құлағынан кетер ме? Сол дауыс жатса тұрса маза беріп, көмейінен ас өткізіп, кірпігін айқастырар ма?